Мен және қоғам деген кезде қоғамды жасаушы адам, адамды жасаушы қоғам деп екеуін егізірек ұғым ретінде қарастыратын болсақ, жалпы мен және қоғам тақырыбында менің өз көзқарасым бойынша, менің өзімнің ойым бойынша, бірінші менің қоғамға әсер ететін, қоғамға көзқарасым, немесе қоғамның маған әсер ететін, қоғамның маған көзқарасы деген егіз ұғымды атап кеткенде, мына қолжазбасыз кітап, кітапсыз мәдениет болмайтын секілді. Біріншіден біз келер ұрпақты, келер қоғамның тұтқасын ұстар шәкірттер тәрбиелеп жатқандықтан, сол шәкірттеріміз бірінші орында, және сонымен қатар істеп жатқан жұмысымыз тағы да сол басты орынға шығатыны сөзсіз. Бұл әрине менің қоғамға көзқарасым дегеннен туатын дүние. Ал қоғамның маған көзқарасы деген кезде, ал қоғамның маған әсері дегенде, көшеде, қоғамдық орындарда орын алып жататын ірілі ұсақты, азаматтық, адамдық, саяси, әлеуметтік, тілдік, діндік, адамгершіліктік сенімді әртүрлі салалардағы болып жататын оқиғалар мен жағдаяттарды айтуға болады. Оның негізінде мен өз азаматтық ұстанымды алға тартып, кез келген жағдайға қоғамдық санаға сай, парасатты, кемел тұрғыда қарастырып, бейтарап ұстанымнан ауытқымауға тырысамын. Сен жаңа қыздардың көзінше өзің жоқ тұрсың, Әлішер. Братан, енді өзіңіз ғой бірінші бастап. Қалай өзіңіз, мен саған айтмаймын, сіз жаңа сушняк қойып тастар деп сен не істеп жүрсің? Или упор көрмей жүрсің бана? А? Ай, неге не істеп отырсың? Ай, төбелеспеңдер, маған не болды? Ай. Не болды, не жетіп жатыр екенге? Мынау ғой. Артық сөз сөйлеп қойдың өзің. Артық сөз? Не қылған артық сөз ол? Неше сыныпта оқисыңдар? 9-шы, 11-ші. Кәнеки, екеуің де естер азаматсыңдар. Осылай бола ма? Қоғамдық орында жүр. Қоғамдық орында төбелесуге ешқандай болмайды. Сен қоғамдық орынды бұзып отырсың деп айтқан кезде, қоғамдық заңда. Қазір ұстап алып кетсе қайтесіңдер? Ержігітсіңдер ғой екеуің. Шешеміз. Ұят емес пе? Не істегендеріңді? Кәнеки, қол алысыңдар. Екеуің құшақтасыңдар. Қол алысып, құшақтасып, жігітше шешу керек кез келген мәселе. Кез келген мәселені сөзбен шешуге болады, тек қана төбелес қана мәселені шешпейді. Яғни біздің қазақтың батырлары баяғыда батыр болған, бірақ ешқандай мәселені бұндай соғыспен емес, әрқайсысы өзінің, яғни жігітше сөзіменен, жігітше өзінің рухымен шешіп отырған.